Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік Екібастұздағы апатқа жемқорлық себеп болғанын мәлімдеді. Екібастұзда жылумен жабдықтауға қатысты төтенше жағдай негізінен саладағы жүйелі түрде сыбайлас жемқорлық фактілері орын алғаннан кейін болды. Бұл туралы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің алдын алу қызметі басшысы Саян Ахметжанов мәлімдеді. Екібастұзда болып жатқан жылумен жабдықтау трагедиясына назар аударғым келіп отыр. Соның нәтижесінде елеулі әлеуметтік наразылық орын алды. Бұл жылу энергетикасы саласындағы сыбайлас жемқорлық көріністеріне байланысты, дейді ол. Оның айтуынша, басқа қазақстандық кәсіпорындар жұмысында да сыбайлас жемқорлық тәуекелдері байқалады. Олар Семей, Тараз және Батыс Қазақстан облысында орналасқан. Көбінесе жемқор шенеуніктер арқылы түрде коммерциялық нысандарды орталықтандырылған жылу жүйесіне қосқан. Бұл бүкіл жүйеге әсер етеді. Мәселен, Семей қаласында жылу Коммунэнерго коммуналды кәсіпорынның қарыздарын жабуға және жылумен қамту нысандарын ұстауға мемлекеттік бюджеттен миллиардтаған қаржы бөлінеді. Бірақ бұл оң нәтиже бермей отыр. Сыйақыға кәсіпорын директорлары жеке және заңды тұлғаларға осы орталықтандырылған жылумен жабдықтауға қосылуға техникалық жағдай жасайды. Нәтижесінде қуат төмендейді, жылу шығыны артады. Соның салдары көп қабатты үйлердегі суық және ыстық судың жоқтығы. Бұл әр өңірде байқалады, дейді Саян Ахметжанов.